Олар әрқашан жанымызда, біздің назарымызды күтеді. Кейде олар үлкен, кейде тіпті кішкентай. Бірақ ең бастысы, идеялар құр жатпайды. Өте жақсы. О да жақсы. Наша жизнь — игра, и однажды ее правила могут быть изменены. Новый Mercedes Maybach S-класс. Это совершенность S-класса и эксклюзивность Maybach. Раздвигая привычные представления о комфорте, техническом оснащении и динамике. Открывая новые грани стиля и уровень качества. В наш город приходит Kia. Күнде жұмыс істеп жүрген нәрсем не деген Рәкен Атыраудан келді ғой, рахмет та, сонша жерден келіп, уақытсын бөліп оқыды. Атыраудан келді, оқыды. Мен енді былай ойлаймын, негізі әрқайсыңыз тастамасаңыздар, рано или поздно бәрі заказ алады. Оған көзіміз жетіп жатыр. Өзі бір сынақ болып тұрады ғой, мына адам мынау записке шыдай ма, шыдамай ма деген сияқты кастингтерге қатысып отыру. Бұл жерде біріншісінде сізде тоже ровно, монотонно, без всяких эмоций, интонирование. Ал екінші записте сіз уже интонация бердіңіз. Ұнады ма? Ұнады, күшті болды. Сізге қарап, ішінде жасырады деп ойламапсыз бар ғой. Жоқ, серьезно, ұнады ма? Қалай? Жоқ, шынымен де кәдімгідей ұнады. Жоқ, жұмыс емес. Менің жұмысым негізі мен экономистпін ғой. Мен 7 жыл болды офисте отырам, 4 қабырға әбден мені былай қысып тастады. 7 жыл бұрын енді оған дейін жалпы телеканалдарда былай волонтер болып жүрген кездерім болды. Передачаларға қатыстым, көптеген сайыстарға қатыстым. Сөйтіп жүргеннен кейін 7 жылдың ішінде көп нәрсені ұмытып қалған, өшіре келіп қайтып есіме түсіп отыр да. Сол қайтадан маған жаңа дем беріп отқандарыңызға көп-көп рахмет. Алдағы уақытта енді қандай да бір вакансиялар болса, міндетті түрде қатысып тұрамын. Иә, сосын енді тағы да айтайын дегенмен, бұл жерге келгенде негізі үлкендердің бірі боламын ба деп есептедім. Өзім 30-та болғасын. Қаншада? 30-дамын. Үлкендердің бірі бола ма деп. Кете берейік, Рая апай. Шығып кете берейік мектептен. Сөйтсем мен керісінше мына жерде жастардың бірімін. Ең жастардың бірімін. Демек, адам өзгеруіне ешқашан да шек жоқ, кеш емес. Барлығымызда осылай жақсы қадам бастап жатырмыз деп ойлаймын. Сондықтан Алла тағала енді бәрімізге осындай жақсы нәсіп етсін деймін ғой, жақсы нәрсе бастама болсын. Бәрімізде осы дубляжда болсын, рекламада болсын, қай-қай жерде де өнердің төрінен көріне берейік. Ой, керемет. Мен негізі осы жолы қатты қуандым, Асқар қайтам ғой. Неужели еркектер бар дейді. Қыздар келеді көбінесе. Өйткені заказ келеді, бізде Нұрғиса үлгере алмайды ғой оқып. Дауысыңыз жақсы, жігіттердің дауысы. Қазақи таза дауыс бар да, үн бар. Соған мен қуанамын өйткені. Рахмет көп. Рахмет. Енді сіз Атыраудан келіп оқыдыңыз, сізге қалып кетуге болмайды енді. Сертификат просто қалып кетпесін. Болды. Иә, Қарағанды, бейбіт аха.